жазасың или бүйтейін ба? Қайсысын істей берші. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Исатай. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Исатай подкаст жобасының көрермендері. Бүгін бізде қонақта мектебіміздің мақтанышы 11-ші сынып түлегі Кәрімуллин Әлібек. Әлібек, қош келдің. Қош көрдік апай. Көңіл-күйің қалай? Өте керемет. Бірінші сұрақты бастауға рұқсат ет. Спортқа деген жалпы сенің осы спортпен бір талайдан бері айналысатыныңды жақсы білеміз. Кішкене кезіңнен спортпен айналысасың, иә? Иә. Спорттың қай түрімен нақты? Грек-рим, күрес, классика. Неше жасынан айналысасың? Неше жасынан? Осы мектеп 3-ші класстан бері сияқты. 3-ші сыныптан бері Примерно. тұрақты айналысасың, иә? Иә, 3-ші класстан бері. Ол спорт түріне қызығушылығың қалай басталды? Негізі ше ол спорт туралы білмейді екенмін ол кезде. Тимурлан дейтін досым бар, ол класс 9 бітіріп кетті. Сол ақ білемін. Сол досың арқылы келдің, иә? Сол досым арқылы келдім. Содан бері қарай жүргенім осы. Неше жыл шамамен? Ол кезде мен 3-ші класста жеті боламын. Бірталай болды негізі. 8-десің. Самағым кетті. 10 жылдан асады ғой. Жалпы 10 жыл құттай кезден бастап енді спортқа қатты қатысқан жоқпыз ғой. Бертін келе ғой 2-3 жыл. Результат тиін беріп жатқанбыз. Бұрыннан бері көп батырып қой жалпы. На самом деле результат беріп жатқан жылымыз 2-3 жыл. Ең үлкен жетістігің? Ең үлкен жетістігім аса бір қатты жетістік емес. Қазақстан чемпионатынан, сельский Қазақстан чемпионатынан 3-ші орын алғанмын осы 2024. 2024 аяғы жазда. Жалпы осы мектептің қыздарының арасынан опрос жүргізгем шағын. 11-ші сынып оқушылар ішіндегі ең салмақты, ең сабырлысы, өзіңізге ұнайтын ер балалар оқушылардың ішінде кім дегенде көбісіге дауыс берген болатын. Өзіңізді соған саймын деп ойлайсыз ба? Сырт көзде біреу айтпаса өз өзім. Бірақ шынымен де негізі біздің Әлібек басқа оқушыларға қарағанда өте салмақты, өзінің жұмысын, өзінің бара жатқан жолын білетін, басқа төменгі сынып оқушыларына үлгі бола аларлықтай оқушыларымыз деп сенімен айта аламыз. Енді осы спорт түрінде сенің кумирің бар ма? Кумирім. Бір еліктеп, осы спортқа келуге себепші болған кумирің? Жалпы ондай кумирім болмаған. Қазір енді бар ғой. Мейрамбек Айналов дейді. Ақтөбе облысының спортшысы. Сол кісіге қарап. Жалпы болашақта қандай мамандық таңдап жүрсің? Спортпен кеткен. Сол саламен кетесің, иә? ұбт тапсырасың ба? Шағырмашылық тапсырасың. Сіз енді көп уақытыңыз осы жарыстармен өтеді, мектепте білуімше көп болмайсыз. Бірақ осы соңғы кезде жиі сабақта болып жүрсіз, байқап жүрмін. Осы жарысқа кеткен уақытта немесе сабақ барысында біздің мектептен достарыңыздың арасында бір қолдау бар ма? Өзіңізге сезіле ме? Қолдау? Сезіледі ғой. Мектеп тарапынан қолдау бар ма сізге? Бар, әрине. Қандай қолдау? Негізі осы спорт, осы залда, осы мектепте жалпы бірге қатысқан болып достарым көп қой негізі. Достарыңыз көп, иә? Иә. Солармен бірге барып, бірге келіп жүрдік. Енді биыл енді мектепті бітіріп кетесіздер. Кету керек бар ма? Пока жоқ апай. Айтады ғой бітіргеннен кейін сағынасың деп, сол күнге жеткім келіп жүрдік. Сынып жетекшілеріңіз Гүлзира апай, иә? Иә, Гүлзира апай. Қай сыныптан бері сізге сынып жетекші болып келіп жатыр? 10-ші класстан бері қарай. Сол 10-нан бері. Сіз 1-ші сыныптан бері осы Тайманов мектебінде оқисыз ба? Иә, 1-ші класстан бері. Жалпы мектепте қай пәнді ұнатасыз? Спортта жүргеннен кейін дене сабағы. Дене сабағы. Біздің дене сабақтан сізге кім береді? Әміржан ағай бізге де берген. Жалпы тактикасы мықты. Иә, енді бұрыннан жатқан кісі ғой. Сол кісілерге қарап, бәлкім сол спорт таңдаған шығарсыздар, иә? Енді арманыңыз бар ма болашақта? Арманым бар, айта алмаймын бірақ. Айтпайсыз, жасырын ба? Енді қызыңыз бар ма деп сұрақ қойсам, жеке өміріңізге кетіп қалсам. Қызым жоқ. Қызым жоқ, бәріне қызық шығар, иә, осы сұрақ. Басы бос, Әлібектің басы бос екен. Енді соңғы сұрақ болсын, өзіңізбен жарысқа түссеңіз, қай нұсқа сізді жеңер еді? 10 жастағы Әлібек пе, әлде қазіргі Әлібек? Қазіргі жеңеді апай. Қазіргі? Неге? Неге? Өткен ол құттай кездегі бала кезде күрес, қазіргі күрес бөлек қой. Өсе келе опыт дейсің. Қазіргі жеңеді бар. Қазіргі жеңіп кетеді, иә.
алға марапаттарыңызды алып келген екенсіз, таныстырып кетсеңіз, ол қай кезде, қай жерде? Бұл жартысы шығар, иә, сіздің алып келген? Енді основной деген жарыстар. Сізде көп медальдарыңыз бар. Бұл Тараздан Спартакиада жарыс болған, 4 жылда бір рет болатын. 17 жасқа ең бірінші жылдың күресетінде. Содан 3-ші орын алған кезім. Мынау Қазақстан емес, Атырау облысы. Бірінші Атырау облысы соңғысы болу керек, кадет кездегі. 17 жасымда соңғы жыл. Осыдан чемпион болған. Мынау 2024 жазында Сельский Қазақстаннан алған. 3-ші орын Шалқар қаласында өткен. Мынау Оралда кадет кезет тоже 17. Мынау ненікі Шалқардан алынған, мынау Оралдан алынған, мынау Россиядан подарок. Шетелге көбірек шықтыңыз ба осы жарыспен? Шықтым былай. Көбіне сол спорт жағынан шықтым ғой. Басқа қалаға да. Иә, сол спорт бағытымен, иә. Енді менің үнемі ойымда мазалап жүрген сұрақ бар. Сіздер сыныпта қыз балаларға қарағанда ер балалар басым. Көп. Қыз балалар тек қана 2. Жалпы қалай? Сіздерге бір Әлихан деген сыныптасыңызға неге сабаққа деген қызығушылық жоқ, неге оқушыларда құлшыныс жоқ дегенде, бәлкім сыныптағы жаңағы ер баланың көптігінен шығар деп жауап берген болатын. Егер қыз бала болып отырсақ жарысып оқыр ме деп, қыздар бізді алға сүйрер ме деп жауап берген болатын. Сіздің ойыңызша қалай? Мүмкін айтқанды дұрыс шығар. Әлихан жан-жақты бала ғой. Білмеймін, өз басыма бай сабақ оқымайды екен, спортпен кеткелі. Құттай кезбен болса сабақ оқымайды. Өкінген кезіңіз болған жоқ па, әттең бір сабақ неге оқымадым екен деп? Әлде сол сіздің? Қазір апай 11-ге келгенде 11-ші сыныпқа келгенде 11-ге қалсаң оқу керек еді деп қалады екен. Біз просто қалмай күресем деп қалған. Жалпы иә, бізде 11-ші сыныпқа қалып жатқан оқушылар көп, иә. Осы бойынша да сіз бір өзіңіздің кеңесіңізді айтып беріңізші. Негізі қалған дұрыс па, әлде 9 бітіріп кеткен дұрыс па? Көп оқушылар олар ұбт тапсыра алса да, оқи алса да, оқи алмаса да, 10-ға қалу керек деген ата-ананың бір қалай міндеттеуімен қалатын сияқты 11-ші сыныпқа. Сіз қалай ойлайсыз? Негізі әркімнің әртүрлі ғой. Өз басым оқысаң қалу керек. Оқысаң қалу керек. Оқымасаң кету керек. Иә, оқысаң қалу керек. Осыны мынандай неге шығарып қойыңызшы? 11-ші сыныпта оқысаң ғана қалу керек деп. Өйткені ол өте үлкен жауапкершілікті талап ететін дүние, ұбт тапсыру. Бірақ енді ол болашақты сіздің өміріңізді шешпегенмен, алға қарай таңдайтын мамандығыңызға, оқуыңызға үлкен септігін тигізуі мүмкін. Сіз енді болашақта қай оқу орнына түсем деп жоспарлап отырсыз? Мен өзім Атырауға қаламын деп, АГУ-ге, спорттыққа. Дене мұғалімі болып келесіз бе, әлде? Дене мұғалім бар, сосын тренер болуға. Мұғалім болсаңыз, осы өзіңіз бітірген мектепке келуге қалай қарайсыз? Әрине, келеді. Келер едіңіз, иә? Жақсы, өте жақсы. Өзім мектебім бірінші жағдай. Енді сізбен сұхбаттасқанымызға көп-көп рахмет. Сізді біздің мектебіміздің мақтанышы ретінде үлгі аларлықтай, біздің оқушыларымызға үлгі болатындай оқушы деп шақырып жатырмыз. Жетістіктеріңіз, жеңістеріңіз көп болсын. Әлібек, енді саған соңғы сұрақ болсын. Сұрақ емес, бір мүмкін біздің көрермендерімізге, сіздің төменгі буын інілеріңізге айтар бір ақыл кеңесіңіз, өзіңіздің жүрек жарды тілегіңіз болса, айта кетсеңіз. Айтарым, ең бірінші тәртіп болған жерде бәрі де болады. Тек еңбектеніңдер, оқыңдар, өздерін таңдаған мамандықтарына түсіңдер. Басқа айтарым болса, басқа жоқ. Дұрыс. Көп-көп рахмет. Бізде Әлібек енді көп еңбектеніп, көп жұмыс жасап жүрген, біздің мектебіміздің атын жарыққа шығарып жүрген үлгілі оқушыларымыз болғаннан кейін, барлықтарыңызға осындай үлкен өзінің бір кеңесін айтып жатыр. Құрметті көрермендер, осымен біздің жобамыз аяқталған жоқ. Біз әлі де үздіктерді шақырып, сіздермен өзіміздің көшбасшы үздік оқушыларымызды таныстырамыз деген сенімдеміз. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.